Иса пайғамбар қиссасы. Елдің айтуынша, Иса пайғамбар Алланың рұқсатымен қайтыс болғандарды тірілте алған екен. Бірде оның пайғамбарлығына сенбегендер келіп, сен тек жақында өлген адамдарды ғана тірілтесің. Мүмкін олар мүлде өлмеген болар. Бізге баяғыда дүниеден өткен адамдарды тірілтіп көрсет. Олай болса, таңдаңдар, кімді тірілтетінді, деп жауап берді пайғамбар. Нұх пайғамбардың ұлы Самды тірілді. Иса Самның қабірінің басына келіп, 2 рақат намаз оқып, Аллаға жалбарынады. Алла оның дұғасын қабыл етіп, Самды тірілтеді. Самның сақал шашын ақшалған екен. Адамдар таң қалып, сенің заманыңда шаш ағармайтын еді ғой, бұл қалай? Деп сұрайды. Мені шақырған кезде қиямет басталып кетті ме деген қорқыныштан шашым ағарып кетті, деп жауап берді Сам. Қызыққан кейбіреулері, сен қашан қайтыс болдың? Деп сұрайды. Сонда Сам, мен 4000 жыл бұрын дүниеден өттім, бірақ өлім қайғысы әлі де менен алыстамады, деп жауап берген екен.